Ассалаумағалейкум достар, сендермен Хардсква. Достар, мен бүгін сіздер үшін арнайы бір күшті видео түсірдім. Аты мастерге жетудегі 5 кеңес деп аталады. Сіздер оны бағалап кетесіздер деген ойдамын. Достар, егер видео ұнайтын болса, лайктарыңызды басып, комменттер жазып, міндетті түрде видеоның астындағы қызылшаны басуды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ бастаймыз. Достар, сендермен Хардсква тағы да ассалаумағалейкум деген келіп отыр. Достар, бүгін мен мастерге жетуге 5 кеңес айтатын боламын. Достар, егер осы видеоны ұнайтын болса, лайктарыңызды басып, комменттер жазып кетіңіздер. Достар, бірінші біз қазір кеңесімізді айтатын боламыз. Бірінші кеңес қауіпті жерлерге түспеу. Достар, әрдайым өмірде фрифарда кездесіп жатады. Біз қауіпті жерлерге көп түсетініміз. Мысалы, қауіпті жерлер дегеніміз Бимасаки, Пик. Оларға вообще түспеуіңізді сұралады. Себебі ол жерде мысалы сіздер көп өліп қалуларыңыз мүмкін. Бимасаки, Пикті көп түспеңіздер, достар. Ол өте қауіпті болып келеді. Және адамдар көп жерлерге түспеңіздер. Басқа да көп адам көп түсетін жерлер бар. Мысалы, фабриканың үсті дегендей. Ол жерлерге вообще түспеу керек сіздер. Себебі ол жерде өліп қалып рейтингті минусқа кетірулеріңіз мүмкін. Тағы да айтарым, достар, сақ болып жүріңіздер. Достар, қазір фрифарда крисалар көп. Сондықтан сіздер әрдайым жан-жаққа қарап, іс-қимылдар жасап, сақтанып жүрулеріңіз сұралады. Ал біз, достар, екінші кеңесімізге келетін болсақ, әрдайым қозғалып жүру деген. Әрдайым қозғалып жүру деген оны қалай түсінсе болады десеңіздер, әрдайым қозғалып жүріңіздер, ешқашан крисауат етпеңіздер, достар. Крисауат еткен ол сіздің тәжірибеңіздің аз екенін, фрифар дұрыс ойнай алмайтыныңызды білдіреді. Және де әрдайым қозғалып отырып, тұрып, жүріп, жан-жақты қарап жүріңіздер, достар. Бұл сізге үлкен плюс береді және рейтингті минусқа сливать етуге жол бермейді, достар. Сондықтан сіздің басыңызға хедшот кетуі мүмкін, егер лутат етіп қозғалмасаңыздар. Лутат еткенде, грип жегенде қозғалып отырып тұрып жүріңіздер. Мысалға сіз жаумен разнараз, яғни жеке келдіңіздер дейік. Оны қалай жеңуге болады десеңіздер, оған ближний бойда отырып тұрып секіріп қана өлтіре аласыздар. Соның арқасында сіз үлкен плюсқа жетесіздер. Ал достар, біз үшінші кеңесімізге келетін болсақ, дұрыс автоматтар таңдау деген. Дұрыс автоматтар таңдау дегенді қалай түсінуге болады десеңіздер, дұрыс автоматты таңдау дегенде мысалы сіздер күнделікті фрифарда сіздер қателіктер көп жібересіздер. Мысалы, басқа оружиялар алып, жаман оружиялармен жүресіздер, ойнап, аналарға мән бермейсіздер. Соның кесірінен сіздер рейтингті сливать етесіздер. Ал егер сіздер дұрыс оружие таңдай білсеңіздер, сіздер ешқашанда минусқа кетпейсіздер және рейтингті көтересіздер. Ол оружияларды айта кетсек, достар, МК, Скар, М40, Трабаш, Винчестер, достар, соларды алып, сіз үлкен плюсқа жетесіздер және рейтингіңізді үлкен плюсқа көтересіздер, достар. Әрдайым дұрыс автоматтар таңдай біліңіздер және дұрыс заттар лутат ете біліңіздер. 4x бәрін алыңыздар. Мысалы, көпсілер шетеді-ау деп аптекалар алмай жатады. Аптекалар, стенкалар алу керек. Ал біз төртінші кеңесімізге келетін болсақ, ол стенка алу, яғни стенка дұрыс лутат ету деген сияқты. Стенка таусылып, стенканы өте көп алған дұрыс. Себебі стенка алмаса адамдар қоя алмай, сіз өліп қалуыңыз мүмкін. Біреуден қорғану үшін қашып баратқанда, біреуден сақтану үшін керек стенка. Сондықтан достар, стенка алып, дұрыс лутат еткен жөн. Сосын стенка алғанда, достар, өте көп мөлшерде алыңыздар. Себебі ол сіздерге сақтануға немесе өлтіруге үлкен плюс тигізеді, достар. Сондықтан стенканы алып, дұрыс лутат ету керек, достар. Ал біздің 5-ші кеңесімізге келетін болсақ, 5-ші кеңес дуо немесе отряд ойнаған абзал деген. Дуо немесе отряд ойнаған абзал дегеннің мағынасы, мысалы сіздер өз достарыңызбен ойнаған абзал, чем одиночка ойнағанда. Одиночка ойнағанда жақсы, бірақ сіздер
мысалы өліп қалуыңыздар мүмкін. Артыңызда қорғайтын нағыз жәрдемші дос керек. Дуо немесе отрядта ойнаған кезде артыңызды қорғайды және сізді жерге түсіп қалғанда сізді тірілтеді. Яғни ресет ететін болады достар. Әрдайымда достар лут жақсы алыңыздар. Сосын отряд ойнаған кезде именно отряд емес, негізі дуода отрядта болады, бірақ отряд ойнаған абзал, себебі сіздің достарыңыз сіздерге үлкен көмек беретін болады. Сіздің артыңызды жауып әрдайым сізге көмектесетін болады. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, сіздердің үлкен нелеріңізге, үлкен көмектеріңізге рахмет, үлкен активтарыңызға рахмет. Осылай күнде жинап отырайық достар. Сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді достар. Сосын достар, сіздерге айта кететін бір жайт, FIFA ойнаған кезде ешқашан да өздеріңіздің нелеріңізді өздеріңіздің ашық жүрмеңіздер. Ашық жерде жүру өте қауіпті болып саналады және сіздерді өлтіріп тастауы мүмкін. Мысалы, сізден құрасы оны жарып тастайды, тағы да жарып тастайды достар. Так что ашық жерде жүрмей, жабық жерде жүрген дұрыс достар. Сосын оттяжканы дұрыс істей білу керек достар. Телефонның, мысалы, ютубта мағлұмат алып, өзіңіздің телефоныңыздың настройкасын қойып алыңыздар. Ютубта сіздің телефоныңыздың настройкасы тұрса, соны жазып алып, және настройкаға дұрыс қойып алып, жүгіретін ататындарын үлкейтіп, дұрыстап қойып алғандарыңыз жөн. Бұл сізге үлкен плюс болады және ойнауға өте тиімді болады. Және сіздермен болған Hard Squad сау болыңыздар достар.